Ол кезде ол кісінің Болат Назарбаевпен ешқандай қатысы жоқ кезі ғой. Бар еді. Бар ма еді? Бар еді. Бірге тұратын еді. Роза Рымбаевамен қалай танысып жүрсіз? Тойға ән айтуға шақырдыңыз ғой негізі, ол кісіні. Негізі соған шақырғанбыз. Сол кезде айттым, мен бірінші рет шығып отырмын тойға деді. Білмеймін, өтірік пе шын. Ол кезде қанша төлегеніңіз есіңізде ме тойға? Әлде Есімде $1000 одан басқа да пайда шүйде бірдеңе бермеймін. Мен банкіден бір тиын қарыз алған адам емеспін. Осынша қарыз дейді. Маған айтпесе вечный төлемейсіз деген. Ұмытып кетеді ғой бәрі. Көрдік қандай нәрсе. ақша көп, абырой бар. Вообще мына дүниенің көптігі де жақсы емес ау деп қалдым мен. Қанша ақшаңыз болды жалпы? 500 мың. Сандықта тұратын ол сейіп-пейіп деген жоқ. Сол миллиондаған долларлардан қашан айырылып қалдыңыз аға? Армысыздар, құрметті көрермендер. Асыл Тас ТВ YouTube арнасында бүгін бізде жаңа сұхбат. Бүгін студияда қонақта Батырхан Төлебаев. Енді бұл кісіні қысқаша таныстырып өтетін болсақ, 90 жылдардағы меценат болған, талай жұлдыздардың бағын ашқан Шаншар, Тамаша, Әзіл Оспақ театрларының бас демеушісі болған кісі. Аға, қош келдіңіз. Өзіңіз бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге, көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Аға, енді айтып өтсек, қазірдің таңда немен айналысасыз? Қазір не істеп жүрсіз? Қазір зейнеткер. Бұрынғы жаңа айтып өттік қой, меценаттық, жалпы байлық деген дүние қазіргі таңда бар ма өзіңізде? Қалды ма? Жоқ, қазір қаяқтан ол. Бұл 90 жылдардағы болған, тәуелсіздік алған жылдары болған нәрсе. Иә. Батырхан аға, енді өзіңізді көрген азаматтар біреусі білер, біреусі білмес. Туған жеріңіз? Өзбекстан. Өзбекстан. Бірақ бүкіл жұмыстарыңыздың барлығы сол Түркістан облысы, қазіргі Түркістан облысы. Иә, Өзбекстанда тек мектепті бітірдім ғой мен. Одан кейін кеттім де Алматыға оқуға түстім. 75 жылы 80-де бітірдік. Кейін 2 жыл осында істедім. Кейін Жетісайға бардым. Жетісайда құрылыс компаниясында істеп, 88 құрылыс компаниясында істеп, бір 4 жылдан кейін ба, 84-те аудандағы жаңағы художественная мастерская дейді. Соған өтіп, одан кейін 88 жылы кооператив интерьер дегенді аштық біз. Жалпы мына байлыққа түсудің, көп ақша табудың кезеңі сол кооперативтен басталды ма? Содан басталды деп айтсақ та болады. Ол кезде қандай тірліктермен айналыстыңыздар мысалы? Көп ақша алып келген қандай жоба болды сізде? Қандай бизнес? Көп ақша ол 92 жылдары болды ғой. Оған дейін де жаман болған жоқпыз негізі. 92 жылы менің бір жолдасым осы Алматыдан звондап, бір орыс жігіттер келді Москвадан, соларға жәрдем берші, мақта. Мақта алады екен деді. Мен оның мақтаның не екенін білмеймін, Жетісайда тұрсам да. Сонымен ауданның әкіміне кірдім. Әкіміне кірген жоқпын айтпа. Жаңағыларды алып бардым 1-2 совхозға. Сонымен алып бердім мақта. Совхоз директормен келісіп. Сосын ары қарай өзімде қарыз сұрадым жаңағы директорден. Большевик деген совхоз еді. Қазір директор марқұм болып кетті. Соны беріп, кейін жалғасып кетті ғой, ары қарай мақта болып кетті. Бизнес болып кетті. Сол кезде Жетісайдағы мақталардың барлығы Ресейге неттіңіздер ме сіздер, өткіздіңіздер? Менің сатпаған жерім жоқ. Кореяға да саттым. Бір қызығы Өзбекстанға да саттым. Енді өзбек отаны ғой мақтан. Өзбек отаны ғой. Мен өзбектерге сатып, өзбектер письмо берді, направление. Мына жаққа бер деп, қай бір мемлекетке берді әйтеуір. Бірақ Өзбекстанмен отырдық. Содан кейін бәрі күледі, Өзбекстанға мақта сатты деп. Алғашқы ең бір қомақты
$1 миллион дейміз ба, қашан таптыңыз? Қалай таптыңыз? Ол 93-тің аяғы, 94-тің басы сол кездерде болды. Біз өткені мақта сатқандан кейін оны ары қарай жалғастырдық қой. Москвада 18 завод бар екен. Мына Алтайда 3 завод бар. 21 заводтан біз запчасть алдық. Оны алу үшін мен жаңағы ауданның сельхозтехника дейді. Сол жерден мен алдын ала жаңағы білгім келеді бірдеңе істейтін болсам. Солардан сұраймын да, біздің ауданға қанша не керек? Соның мен 50%-ін заказ бердім. 50%-ында. Менен басқа да адам бар ғой істейтін. Сонымен біздер өте қатты көтерілдік. Сол завод, мен о заводтың біреуінің есігін ашып көрмегім. Ол аналардың жұмысы. Мен мен жақтан мақта жіберем. Сіз мақта жібересіз, ан жақтан техника келеді. Техника бәрі келеді. Не қаласаң келеді. Біз айтқан заявка береміз ғой. Оның барлығы айтқан 50%-іміз 100% келеді. Сөйтіп олардың келген техникаларын барлығын, запчастьтардың барлығын Мақтарал ауданы бойынша ғой, тарап бересіз? Мақтарал ауданы, соседний ауданы, ол кезде Киров ауданы болған. Кейін Мақтарал ауданы бұрын Жетісай ауданы болған ғой. Одан кейін Мақтарал ауданы болған. Славянка, Киров, Жетісай үшеуі. Основном алатын Жетісай. Одан кейін қасымызда Өзбекстанда алатын. Енді анау таможня деді өте қиын болды ғой, әйтеуір алып өтетін. Жақсы істеген кездеріміз сол болды деп ойлаймын мен негізі. Енді қомақты ақшалар қай кезде түсті? Ең қомақты бір табыс тапқаныңыз қай сәт енді? Оны қазіргі ақшамен неткенде қалай бағалауға болады? Білмеймін қазіргімен қалай екенін. Әйтеуір бізге ай сайын мен банкіден 1 тиын қарыз алған адам емеспін. Ай сайын бізге $250-300 мың наличный алып келетін. Москвадан. Ташкентке түседі, Ташкенттен бізге келеді. Сол. Ол ақшалардың барлығы үйде? Үйде де жиналады. Оның анау колхоз совхозда ақша жоқ қой өзде. Біз жаңағы запчасть береміз колхоз совхозға. Сол кезде тройственный договор деген болған. 3 мекеме бірге отырады. Мен, мысалы, сельхозтехника, колхоз, или совхоз. Соның барлығы қарыз сельхозтехникаға. Бұрыннан алып келеді ғой ол. Одан кейін сельхозтехникада ол кезде тынған, аламайды ештеңе. Өкіметте ақша жоқ. Сонымен тройственный отырамызды біз оның қарыздарын жабамыз. Қанша қарыз болса біз жауап береміз соны. Одан кейін олар келеді. Енді бізге жаңағы наличныйды берсеңіз дейді, ақшалай. Өйткені айлық беру керек, не беру керек? 1 тиын ақша жоқ ешқайсысында. Біз береміз оны. Сонымен 6 айдан кейін біз несін аламыз? Өнімін, мақтаны. Сол кезде сіздер жаңағы берген қарыздарды сол кезде жауап беріп отырады. Жақсы аға, енді сөздің басында, сұхбатымыздың басында айтып өттік қой, өзіңіз жаңағы талай әртістерге көмектескенсіз, әншілерге қолдау білдірдіңіз. Осы жайында айтып өтейікші, мысалға Роза Рымбаеваның кітабын шығарып берген екенсіз алғашқы. Ой, Роза Рымбаеванікі кейін шықты ғой ол. Мен саған айтайын, 93, 94, 95-терде Жетісайда Мырзажол жұлдыздары деген адам болды. 10 мың адам көрді стадионда. Сол 3 күн қатарынан өтеді. Соған мен 93-те болған жоқпын, 94-95-те генеральный спонсор болдым. Менен басқа қанша спонсорлар бар? Мысалы үшін Свет дегенде ана Акиматтың істегені ғой. Реске жүктейді. Енді білмеймін басқа жаңа.
бір жерлер әкеп қара үй тігеді, мысалы үшін ондай көп қой. Иә. Мәдениет жаңа ұйымы бар. Сонымен соны істедік біздер. Одан кейін өтініштер түсе бастады. Айжан Тәженованы шығардым мен. Бұрын Досмұқасанда ән айтқан, одан алтын дәнде ән айтқан Казгуде. Селхоз институты. Одан кейін Мадина Ералиева. Мадина Ералиевамен сіз қалай таныс болдыңыз? Таныстық қалай басталды деген ма? Таныстық біздер не ғой? Мына мен өзі өнерге жақын адаммын. Студент кезден бері көбісін білетін едім. Мадинамен бірақ студент емес, кейін таныстық. Құдайберген арқылы. Құдайбергенмен мен көп жүрдім ғой. Осы артистерден Құдайберген, Құман Тастанбеков, Асанәлі. Айта берсем, Вес театрдың жұлдыздарымен жүрген мен оғанда. Бірге жүргенбіз оғанда. Мен даже студенттерді жинап, өзіміздің ауылдың студенттері. Сөйтіп театрдан билет алатын ем. Билет алып, оны пригласительныйға ауыстыратын ем. Сөйтіп аналарға беретін ем таратып. Барып көріңдер. Барып көрсін. Көз ашылсын, Иә, көз ашылсын деп. Сондай нелер көп болды. Театр, мына спектакль әуесіпті. Алдын ана жақта, анау ескісінде, кейін мына жаңасында. Енді Мадина Ералиеваға сіздің қандай көмегіңіз істейді? Мадина Ералиеваның бірінші клипін шығардым мен. Ол енді әңгіме қылып тұратын ек, кейін телефонда айтты, осылай жәрдем берсе, жарайды, не болып қалды деп, осылай бір клип шығу керек деді. Бірінші клипім андаймын. Жарайды деп жәрдем бердім. Ол кездің ақшасымен, по-моему, $3000 кетті. Бұл 96 жылы, по-моему. Ол кезде ол кісінің Болат Назарбаевпен ешқандай қатысы жоқ кезі ғой? Бар еді. Бар ма еді? Бар еді. Бірге тұратын еді. Бірге тұрып, сонда президенттің інісімен? Әлде ол кісіге жолықпаған? Жолықпай тұрып онда. Жолықпай тұрып. Сөйтіп клипқа ақша сұрады сізге. Онымен жүрсе менен ақша сұрамайды. Иә. Клипқа ақша сұрады. Иә. Бердіңіз. Иә. Одан алдын айттым ба, Айжан Тәженова? Иә, Айжан Тәженова туралы айттыңыз. Роза Рымбаевамен қалай танысып жүрсіз? Қазір енді халық әртісі. Рымбаевамен мен таныстығым Розаның өзінен алдым күйеуін танитын мен. Тасқын Оқапты. Ол да жап Құдайбергендер мен бірге жүргеннен кейін. Сол біз 95 жыл той қылдық. 94 пе 95 пе. Мен 10 жылдан кейін перзент көрдім ғой. 10 жылдан кейін. Соған шақырдық жаңағы Розаны. Келді, содан кейін вообще қатты араласып кеттік. Как семейный товарищ болып. Тойға ән айтуға шақырдыңыз ғой негізі? Негізі соған шақырғанбыз. Сол кезде айтты, мен бірінші рет шығып отырмын тойға деді. Білмеймін, өтірік пешім ба. Ол кезде қанша төлегеніңіз есіңізде ме тойға? Әлде? Есімде $1000 одан басқанда. Пайда шүйде бірдеңе де бергенбіз. Ияллаға $2000 сұраған еді, Ияллаға $4000 бердік. Неге де? Біз барып жүрдік қой Ияллаға, Ташкентке. Сосын тағы да әйтеуір бір себептер емес, беріп қалдық әйтеуір. Кемей қалмасын деп жүрміз ғой. Иялла сол кезде Гурьевке кететін болды. Біздің тойымыздың алдында. Білмеймін, Гурьевті отменить еттім әйтеуір. Көбірек ақша берген себебі бізге келді. Роза Рымбаева бәрі жүр енді тойда. Тойда бәрі кім? Тамашадан кім? Құдайбергенмен Тоқсын. Жаңағы Айжан Тәженова болды. Басқа әншілер болды көп. Араластық солай басталып кетті, Роза Рымбаева. Араласып содан басталып кетті, кейін қатты араластық вообще. Өте жақсы адам, керемет адам.
Сөйтіп сізде ол заманда дүние көп, Дүние көп. ақша көп, абырой бар. Ой, абырой. Ақша болғасын абырой өзінен өзі келеді ғой. В общем, мына дүниенің көптігі де жақсы емес ау деп қалдым мен. Неге де? Көре алмайтындар шығады екен. Іштарлар бар. Не байқайсың ғой енді іштен. Не біреулер болды ондай. Көмек сұрайтындар да көп. Көмек сұраған айналайын ғой. Көмек сұраған Аяқтан шалатындар. Аяқтан шалатындар. Менде 95 жылдан кейін, приватизациядан кейін, по-моему, 5 айда 9 проверка болды. Енді оған аға тоқталамыз. Роза Рымбаеваны нетіп кетейікші. Роза Рымбаеваға сіздің нақты қандай көмегіңіз дейді? Сол кітап шығарды. Ол кісі хабарласты ма, жаңа Мадина апайымыз сияқты марқұм? Жоқ, оны мен өзім айттым Розаны кен, по-моему, 2000 бердің қараша. Кітабың шығарайық. Шығарайықты мен өзім өтініш жасадым. Мұндай адам тарихта қалу керек қой деп. Шаншар театры, Вәлибек Әбдірайымов, Жүсіп Ақшора. Енді ол кісілермен енді барлығыңыз бір өңірдіксіздер ғой енді, оңтүстік. Бір өңірдікеміз біз оларды, ойбай, болды 96 ма, 96 жылдары, по-моему. Сол мына жерге келіп тамашаға қатыстырайын деп шақырған ғой мен оларды. Ол кезде тамашаның сіз генеральный спонсорысыз, бәлесті емеспін. Тамашаға мен 94 жылы болғам генеральный спонсор, декабрьде. Сосын аналарды мен енді бәрін танимын ғой, бұрыннан танимын. Лұқпан Есентті де танимын. Сонымен бұныларды өткізе қояйын демем. Бұларды өткізбеді ғой сол кезде. Тамашаға кіргізбей қойды ма? Шаншарды? Шаншарды кіргізбей қойды дағаны. Мен ертеңіне анау Желтоқсан көшесінің жоғары жағындағы студия бар еді ғой. Иә. Сол жерге студияда бір 20 шақты адам ғана. Соларды жинап Шаншардың қойдық қой, Шаншардың жарым сағаттық па несін қойдық. Ел көрсін деп. Оны телевизордан көрсетті кейін. Мен оны Көпен ағаға өтініш қылдым. Көпен Әмірбек. Ол кезде Шаншарды жаңадан шығып келе жатқан ел танымайтын кезі ғой енді. Танымайтын еді оны. Тек қана сол Шымкентте өздерінің... Шымкентте ғана танитын, иә. Телевизорға шықпаған, эфир шықпаған. Шықса да Шымкенттен шыққан шығар, бұлай шықпаған мы? Республикалық... Сол менгенен кейін шықты сол бірінші рет. Яғни сіз ықпал етіп отырсыз ғой, Шаншардың жалпы республикаға танылуында... Енді қалай ықпал айтып ол? Шаншардың талант қой енді, ешкім жасырамайды ғой оны. Мен Құдайбергенде айтқам сол кезде. Ей, сендерден асып түспесе қалыспайды мұнлар деген. Сол кезде. Не бұл шалып атсындар деп. Шаншар өте керемет болатын мен көзім жеткен сол кезде. Сол кезде тамаша кішкене Шаншарды бізден асып кетеді деп, болмаса бәсекелестік болады деген бір. Мен білмедім о жағын білмейсіз, бірақ жолатпады. Жолатпады. Ой, қанша ерегісіп ұрсып та қалдық қой сол жерде. Прямо ертеңіне мен шығарып жібердім сосын. Жігіттерді Алматы қалдырдыңыз. Олар итак Алматыда жүр ғой мен. 3 бөлмелі үйім бар еді, сол жерде жатты. Сахналық қойылымдарын қойып, одан кейін эфирге шықты. Қай каналдан шықты, есіңізде ме? Ой, анау есімде жоқ, Қазақстан шығар мүмкін. Кейін кәдімгі мына дворецтен шықты. Хабар ма, қайсысы білмеймін. Ықпал етті ғой әйтеуір сіздің жасаған жұмысыңыз кейін. Деп ойлаймын мен. Негізі аға, сол замандарда енді байлар аз болды ма, әлде көп болды ма? Сол кезеңдерде. Меніңше аз болды ғой байлар. Ол өзде байлар көп болса,
Қазақстан жайнап кетер еді. Бар адам бергіш болды ғой ол кезде. Қол ашық. Қол ашық болды. Мысалы бізге тамаша келген. Қол ашық деймін, или жоқтық па білмеймін. Тамаша келгенде бір столовый кафе емес, столовыйға заказ бергенде 9 фирма дайындау керек. 9 рет жеу керек қой тамақты. Иә. 3 күн болады. Мхм. Ол кезде мен Шымкентте жүргем, сол әйтеуір барып қалдым. Ауылға, Жетісайға сөйтіп. Зам әкімет культура жағынан Пердебай Тәңірбергенов деген. Сонда айтты, Батеке осындай болып жатыр ма? Қарасақ фирмалар то бүйтіп кетіп қалған, сіз өзіңіз мында отырмыз. Мен үйден іздеген ғой. Мхм. Ай, бұл тамаша болды ғой, мынаны не қыламыз? Мен айтмай, соның барлығын маған жаз. Общепит мойнына алады ғой барлығын. Иә. Оны маған жаз. Сөйлем, мен атқарып жібергем соның барлығын. Олардың көзін үйге шақырып дегендей. Мхм. Артистер үшін ол үлкен жақсылық қой негізі ол кезде. Ешқайсысында ақша жоқ. Банкте шөтіңіз болды ма, әлде үйде қанша ақшаңыз болды жалпы? Қоржыныңыз? Банкте шөт болды ғой, үйде 500 мыңға дейін барды ғой, доллар. 500 мың. Сандықта тұратын ол сейіп деген жоқ. 500 мың доллар жататын. Жататын, иә. Жатқанда енді керек қой ол. Мысалы үшін біреуге 100 доллар, 200 доллар бермейсің ғой ол. 10 мың доллар алады, 20 мың доллар алады, колхоз совхоздар алады ғой. Айлыққа неге беретінбіз. Кейін жаңағы запчас кеп қалады наличный, оған береміз. Сөйтіп айналымда тұратын ақша. Айналымда тұратын ақша. Тамаша театрына ол кісілермен қалай? Жаңа Құдайберген ағаларымыз бар. Дос болдыңыздар ма? Дос болдық. Құдайберген мен студент кезден дос болдық. 24 мың доллар кетті соған кейін есептесем. Тамашаға. 24 мың долларды қазіргі доллармен есептеші қанша ол кезде. 94 жылдың аяғы. Декабрьдің 17, 18, 19-на бердік, по-моему. Республика сарайын жалдайсыздар 2-3 күн. Мен жалдамаймын ғой, менің тірлігім емес. Жоқ, ақшасын бересіз ғой деген мен ғой. Мен тек ақшасын берем, алдын ала аударып қойғам оны. Мысалға енді жаңа қарап отырсақ енді біраз жұлдыздарға енді айтылмай кеткендер көп қой енді. Иә. Барлығына жәрдем беріп, кезінде көтерілуіне, концерттердің өтуіне, халыққа жалпылама танылу үшін біраз қаржы құйғаныңызды естіп нетіп отырмыз. Сіз қашан бақтаған бір сөз бар еді. Бірақ күнде бақта жайнар, сор қайнар деген. Бағыңыз жанып тұрды. Сол миллиондаған долларлардан қашан айырылып қалдыңыз аға? Біз одан айырылғанымыз 97, 98 жылдар болды деп ойлаймын. Айырылып қалғанда вообще айырылып қалмайсың ғой. Төмен түсіп кетті де вообще. Не болды сонда? Колхоз совхоздың біреуі де істемейді. Жаңағы банкрот. Приватизация қылды ғой. Ол айналып келгенде маған ақша беретін еді ғой. Иә. Ешқайсы бере алмай қалды. Қарыз сізге барлығы. Әжептәуір қарыз. Оның суммасын айтпай қояйын, құлап қаласын айтсам. Москва $1 000 000 қарыз болып қалды. Отырып жылады, мұнамен біз қалай жетеміз? Қайтып барамыз біз деп. Оны кештім мен. $1 000 000 кешірдіңіз? $1 000 000 кештім. Шынын айтқанда миллион емес, 1,5 миллион қарыз болған. Сонымен айтты, $250 000 берейік деді. Тағы да сізден басқа бізден қарыздар бар bu жақта деді. Соны сізге берейік деді доверенностьпен. 250 наличный берейік деді. Мен айтмай, сен наличный қашан әкелесің? Сөйтем. Бүгін жеткіземіз деді. Прямой көзімше звондады. Кешке жетіп келді ақшасы. $250 000 келді. Мен оған көнбейін деп едім. Бухгалтерім айтты. Мынаған көнбесеңіз оны да аламайсыз деді.
Ondan da бергенін алып қалу керек деді. Оның барлығы мойындады. Тамаша жігіттер еді. Әңгіме жоқ еді. Ол мойындап отыр ғой. Жаманды ойлап отқан жоқ, шынын айтып отыр. Жаңа Москвадағы сіздің нелеріңіз бе? Иә, партнерлар. Әріптестеріңіз, серіктестер. Олар нағып қарыз болып жүр сонда сізге? Жоқ, біз былай ғой. Олар бізге береді. Жылынакай олар бізге береді. Біз тек қана күзде береміз. Күзде октябрь, ноябрьден бастап жаңа жыл көктемге дейін береміз. Москваға. Олар бізге жылынакай береді. Не қаласаң ақша береді. Қаласаң запчасть береді. Олар одан кейін маған әжептәуір процент қоятын. 20% қоятын. Кейін есептескен кезде менікен жаңа 20 емес 10 дедім ғой. Сен 10-ақ қойып берші. Соның өзінде қарыз болып қалды ғой. Оңбай. Сіз алдын ала ақшаны жібересіз. Пәленбай ақшаны. Мысалға науқанның кезі, науқан барлығы бітіп. Қандай ақша жіберем? Жоқ, енді сізге қалай Россия 1,5 миллион доллар қарыз болып қалды дегенім ғой. Жоқ, біз онымен 1 жыл істеген жоқпыз ғой. 5-6 жыл. Мақта жібересіз о жаққа. Мен тек қана мақта жіберем. Мақта, линт дейді. Мақтаның өзі 4 түрі ма біреді. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші сот дегендей. Бұлай қарызға жібере бересіз, олар ақша болған кезде не етеді? Жоқ, олар бар кезінде береді, мен бар кезімде берем. Біздер до того не қамыз, сенікі, менікі демей, ай сайын бірақ не істеп тұратын ек. Ай сайын отчет істеп тұратын ек. Бір-бірімізге де кім кімге қандай қарыз деп. Сөйтіп, мәскеуліктер сізге 1,5 миллион доллар қарыз болды, содан 250 мың доллар ғана қайтты. Иә. Ал мына колхоз-совхоздар сізден запчасть? Біреу қайтарған жоқ. Маған колхоз-совхоздың жаңа бастықтары жылап келгенде болды. Түрмеде шіреміз бе деп. Балдарымыз жас деп. Мен оны тексерттім. Ген прокуратурада жолдасым бар еді. Бір күн жатып үйде тексерді. 100% правсың деді ғой маған. Олар сен ұтасың деді, в любом случае. Бірақ деді, бір тиын аламайсың деді ол. Олар апелляцияға береді, одан да ұтылады деді. Бірақ бір тиын аламайсың деді. Неге? Бұл 97 жыл болады. Сен сияқты 1000 деді жүрген. 1000 деді. Бізге түседі ғой, мен білем ғой деді. Бір тиын аламайсың деді. Қоя сал деді ме? Содан қоя сал деді. Содан қойдық қой біз. Вообще әрекет қан емес, мен содан кейін қой дедім. Жалпы мынау жан жақтан ресейіңіз бар, колхоз-совхоздан тұрақты түрде келіп отырған қыруар ақшалардың легі осымен тоқтады ғой енді сізде. Тоқтады. Одан кейінгі жағдайыңыз енді көп жағдайда үлкен ақшадан айырылып қалған адамдар қайғырып жатады, түңіліп жатады. Сіз қандай неде болдыңыз сол кезде? Ештеңе болған жоқ маған мен. Бірақ ауырдым, ауруым одан емес ау деп ойлаймын. Мен ауырдым ғой оңбай. Жүрек операция болдым, 2 рет инсульт алдым. 2009-дан 2017-ге дейін. Не болды мынау? Сақыр. Бірақ бұл ақшаға қатысы жоқ. Мен вообще күйіп піскен емеспін. Қазір де күйіп піспеймін мен ақшаға. Деген ақшаны мен есебім жоқ адамым. Ақшаны есептеймеймін да. Сондықтан ақшада ұстамаймын, ләжі барынша. Енді ол кезде жаңа сандықта жатты дедіңіз ғой. Сол ақшаларға барлық енді күйді ғой енді. Кететіні кетті жан жаққа. Үйдегі жеңгеміз Батыгеу мынау қалай болды? Жалпы сіз жағдайыңызды жасай алдыңыз ба? Бала шағаңыздың осы әйеліңіз? Жасадым. Мен әйелімде ондай күйіп піскен жоқ. Бірақ айтты ғой енді айтуын. Дұрыс болмады осы. Күйгеннен кейін жоқ кезде айтады да, жоқ болды ғой бізде бір кезде. Енді аға, бір сұрақ қойыңызшы өзіңізге. Сізде дүние бар кезде, ақша бар кезде
келушілер жанагы үйгө батаке деп аркаңыздан кагып Адам üzülmeydi үйдөн. адам үзүлмейтін. Енді сіз жана барлық дүниеңізден айырылып қалған кезде күрт өзгөрдү ма? Күрт өзгөретіндей жағдай емес қой ол. Ол бір күнде болатын тірлік емес қой. Қалай бірден құрып кетеді? Сен ақшаң жоқ мысалы дейік. Бәрі активтерің бар, сататын бірдеңең бар. Қанша активіңіз болды сіз? Сол дүрілдеп тұрған заманда. Әжептәуір активім болды. Ташкентте 4 үйім болды менің. Шымкентте 2 үй, Алматыда 2 үй. Ағайын туысқандарға Жәрдем жақсы бердім ағайын туысқанға. Жақсы бердім, жолдастарыма бердім. Бәріне жақсы бердім. Келгенін қайтарған жоқпын. Бердім мен, жақсы бердім. кейін сол сіз бердіңіз енді. Сіз бір қиналған уақытта сол берген адамдарыңыз сізге бір қарымта бір жасай алды ма? Оны жасай алды деп айтамайым, өкпелемеймін де. Неге де? Оларда да жоқ. Мысалы, қайтыс болғандар бар ішінде. Шелей не қып қалғаным жоқ. Енді мысалға Шаншардағы Уәлибек Абдраимов пен Жүсіп Ақшораның театрының дамуына, енді тамашадағы енді сол кездегі азаматтардың барлығы көбісі қайтыс болып, барлығы қайтыс болып кеткен шығар енді. Иә. Көз тірілері қалды ма, қалған жоқ па? Сіз уақытысында генеральный спонсор. Бар. Қазір кім мысалы Асылбек ана жігіт. Кәдірбек бар, мен танитын. Данагүл білмеймін қайықта жүргенін. Сол кісілермен бір дастарханда уақытысында жүрдіңіз. Иә, бір дастарханда жүрдік. Қазір көрген кезде әйтеуір тани ма, сәлем беріп? Таниды, неге танымайды? Таниды, любой таниды. Уәлибек Абдраимовпен ара қатынасыңыз? Уәлибекпен жақсы. Розамен қалай, Арамбаева? Жақсы. Араласып тұрасыздар ма әлі күнге? Араласып тұрамыз, анау жаңағы мен де көп ауырып қалдым ғой. Сонымен баяғыдай араласу жоқ, бірақ араласып тұрамыз. Мен ауырып қалғаннан кейін өзің қарайсың ғой енді, ешқандай. Баяғыдай жүріс жоқ қой, жаста келіп қалды қазір. Енді аға, Ташкентте бірнеше үйім болды, Алматыға 2-3 үйім болды деп атсыз. Алматыға сіз түбегейлі қай жылы көшіп келдіңіз негіз? Мен 2006-да келдім. 2006-да келдіңіз. Ол кезде жағдай жақсы ма еді? Алматыдан бір үй алып нетуге әлде? Жоқ. Келіп квартираға тұрдық. Үйді 18-ші жылы алдық қой. 2018 жылы. Алматыға келген кезде сол кезінде қазір сіз көмектескен енді сол кезде жағдайлар енді онша емес болып жүрген, енді көтеріп келе жатқан әртістер ғой енді барлығы, жаңағы әнші болсын, әзілкеш болсын, не болсын. Сіз келген кезде бір ауыз хабарластыңыз ба? Кішкене қиналып қалдым маған. Жоқ, мен ешқайсында өйтіп сұраған емес. Жоқ, енді жалпы деген ғой, енді олар бір қандай да бір сізге қарымта жауабын бере алды ма? Жоқ, мен біріншіден оларға менің істегенім спонсорство емес, меценатство. Мен ешкім сұрамай бердім, дұрыс па? Одан кейін мен не сұраймын олардан? Сұраған да жоқпын, сұрамайым да. Не керек бар оның маған? Жоқ, көмектескендер болды ма дегенім ғой? Жоқ, мен оны сұрасам көмектесер ме еді? Сұраған да жоқпын. Роза Рымбаеваның бір әңгімеңізді айтып қойып едіңіз. Естігенім. Келген жылдары көмектессе деп. Алматыға көшіп келген жылдары. Иә. Роза жерден берді. Келген жылдары ол. Келген жылдары. Қанша берді сізге? Қанша бере алды? Сұрағаныңызды бере алды ма әлде? Сұрағанымды берді ғой, оның суммасын айтпай қояйық. Уәлибек көкемізші? Ол да берді. Енді өзіңіз ауырып жүрдіңіз, бірнеше рет операция жасатқан екенсіз.
бір жағынан пәтерде неше жыл жүрдіңіз сонда? 12 жыл. 12 жыл пәтерде тұрдыңыз. Ана кезіндегі Ташкенттегі, Алматыдағы 2-3 пәтердің барлығы сатылып кеткен оға дейін. Ай, ол өзі жаңағы 96-да ма, 95-96-да приватизация болды. Одан кейін біз сатып бастадық қой Өзбекстанмен, жағдай болмады. Ояқа өтемей қалдық. Одан кейін мысалы үшін Алматыдағында саттық уағында. Шымкенттегінің біреуін Құдашаға кетті, біреуі ініме кетті. Олардан Шымкенттен аға жоқпын ешқандай. 12 жыл пәтерде тұрдыңыз. Пәтерде тұрдым. Енді аға кезінде соншама дүние, қаншама баспана, былайша айтқанда түкіріңіз жерге тимей тұрған кездің барлығы бір еске алып сағыныш бола ма аға? Қай жағынан? Енді шіркін енді пәтерде жатырсыз да, енді ол ай сайын несі кеп тұратын нәрсе. Жаңа квартплатасы дейміз ғой, анаусы кеп тұрады, мынау сөгізде бір ойланған жоқсыз ба деймін да, кезінде бір шіркін тарсылдатып. Жоқ, ондай не болған жоқ. Мен мына өкіметтің организациясы бар. Райгаз, Райсвет, Райватхоз, тағы қайсы дейді. Соларға да миллиондап аударған оғанда. Соларда аяғын жоқ оғанда. Мысалы үшін судан. Прямо жетсі айтып тұрмын. Осынша қарыз дейді. Маған айтпесе вечный төлемейсіз деген. Мен соларға сондай әжептеуір ақша берген да. Ұмытып кетеді ғой бәрі. Көрдік қондай нәрсе. Сәлем бермейтіндері болды ма? Кезінде сізден, мысалға енді кезінде дүрілдеп тұрған кезде өз қалтада ақша бар кезде, қолда билік бар кезде, неге маған сәлем беру керек ол? Кім болсын? Жоқ, сіз көңіліңізге тимей ма деген ғой. Кезінде осы балаға бір нетіп едім, бір ауыз бір өтінішімді ете алмай қалды ғой деп. Ондай да болды. Негізінде ол біреуге ренжудің қажеті жоқ деп ойлаймын мен вообще. Болды, не де болса іште қалады ғой оның бәрі. Кезінде жаңа 12 жыл пәтерде тұру да оңай емес енді аға. Оңай емес, конечно. $80,000 артық төлеппіз ғой сол кезде. 12 жылдың ішінде есептегенде бәрін қосқан кезде. Енді қазір қайда тұрып жатырсыз? 12 жылдан кейін Алматыдан үйлі болдыңыз, е? Үйлі болдық, е. Бұл аға байлық деген, қолдың кір деген бір қазақта сөз бар ғой, соған жата ма енді сіздікі? Жатады деп ойлаймын мен. Конечно. Байлық деген не ол? Көп адамдар енді қазір де меценаттар бар ғой. Бұрында болған, қазір де бар, енді болашақта да болады ғой. Айырмашылығы қандай аға? Сіздердің кездеріңіз мен қазіргі байларды сіз білесіз ғой. Мен ойлаймын, біздердікі мен қазірдегілер бөлек. Біздердікі мен ойлаймын, анық болса ешкім қарап тұрмас еді, беретін еді. Қазіргілер бермейді ғой. Қазір берсе де бәлеге қалады. Берсе оны орган тексереді ме, бірдеңе қалады. Одан да тыныш жүрейін дейді тұл. Қазірде бар шығар бергісі келетіндер. Бірақ оған біздің мына билік жақ тыныштық бермеді одан кейін. Мен түсінбеймін соны. Шынды айтсаң бәлеге қаласың ғой. Вообще қазір любой адам сөйлескен адамның өзі бәлеге қалады ғой, қателеспесе де. Оған любой мынаяқтан біреу шығады. Қазір не дейді? Тоқаевтың да қатесін тауып жатыр. Қандай атақ бар аға сізде? Ешқандай атақ жоқ. Неге? Ауданның құрметті азаматы, облыстың құрметті? Қаланың құрметті азаматы бар. Шымкенттің?
Жетісай қаласын Жетісай қаласын құрметті азаматы берді. Специально шақырып берген. Одан кейін ерен еңбек үшін деген не болған? Медаль дей ма, не дейді. Сол бізде Шымкент облысы сол кезде 16 аудан бар екен сол кезде. 16 ауданның барлығын мен сияқтылады. Біздің Жетісайдың өзімізде толып отыр ғой. Мен сияқты адамдар жинаған ғой. Соның облыс бойынша маған берілген екен. Мен сияқты бар ғой басқа аудандарда. Соның ішіндегі облыс бойынша мен шыққан екен. Мен шыққан кезде міне сұмырай кезде соғыр өтіп, сол награда отделы неған екен ғой. Не дейді? Сол кезде жойылған да. Награда отделы істемейді сол кезде. Сол кезде кім, мысал үшін, кім ана әнші бар ғой, небір әншілер бар ғой, біреу ата қаламай қалды. Сол кезге тура келген ғой. Жақсы, осымен сұхбатымызды тәмамдайық аға. Сұхбатқа келгеніңізге әйтеуір осы өмірлік тәжірибеңізбен бөлісіп байда болдыңыз енді. Қатты кедей болып кетпесеңіз де енді таршылықтың да дәмін таттыңыз. Сондықтан да өзіңіздің аузыңыздан ұққанымыз енді тек қана адамда адамгершілік қана қалу керек сияқты. Жақсы, көп рахмет. Жақсы.